Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. 5-ші бөлім. Су тіршілік көзі. Сабақтың тақырыбы сусыз өмір жоқ. 2-ші сабағы. Сабағымыздың мақсаты тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру. Балалар, біз сіздермен өткен сабақта мына жаңа сөздермен танысқан болатынбыз. Тағы бір қайталап өтейік. Үнемдеу, сұрауы бар, аштық, шөл. Тыңдалым, оқылым тапсырмасы. 3-ші тапсырма. Мәтінді тыңда. Түсінгендеріңді айтыңдар. Досым, сен судың не үшін керек екенін білесің бе? Әрине білемін. Сусыз өмір жоқ. Не себепті олай ойлайсың? Себебі су адамдарға, аң-құсқа, өсімдіктерге қажет. Сусыз тіршілік болмайды. Адам сусыз өмір сүре алмайды. Сен судың да сұрауы бар деген мәтелді қалай түсінесің? Суды бостан-босқа ағызбау керек. Суды үнемдеп қолдануымыз қажет. Су өмірдің байлығы. Иә, суды үнемдеп қолданған дұрыс. Біз суды өте көп ағызамыз. Суды үнемдеп қолданбасақ, таусылып қалуы мүмкін. Өзен көлдегі суларды таусылама? Әрине, табиғатты қорғамасақ, олар да таусылады. Сондықтан суды қадірлеу керек. Адам аштыққа шыдаса да, шөлге шыдамайды. Мысалы, біз жазда жиі шөлдейміз. Өйткені күн ыстық болады. Иә, күн ыстықта суды көп ішеміз. Сондықтан суды үнемдейік. Ал сен суды үнемдейсің бе? Балалар, мәтін түсінікті болды деген ойдамын. Су өмірдің байлығы, е? Ал енді осы мәтін бойынша сіздердің қаншалықты мәтін түсінікті болғандығын тексеру мақсатында бірнеше сұраққа жауап берейік. Неге сусыз өмір жоқ? Судың да сұрауы бар дегенді қалай түсінесің? Суды қалай үнемдеу керек? Суды үнемдемесек таусылуы мүмкін бе? Дескрипторы сұрақтарға жауап береді. Әр дұрыс жауапқа 1 балл. Жалпы 4 балл. Жарайсыздар балалар, жауаптарыңыз көңілімнен шықты. Мәтін түсінікті болған екен. Келесі айтылым тапсырмасына көшейік. 5-ші тапсырмамыз. Қою қаріппен жазылған сөздерге сұрақ қояйық. Ғалымдардың айтуынша, адам ағзасының 70-80% судан тұрады. Адам ағзасы бір тәулікте шамамен 1,5-2 литр су жоғалтады. Сондықтан адам күніне 2 литр су ішіп отыруы қажет. Берілген мәтіндегі қою қаріппен жазылған сөздерді табайық. 70-80, 1,5-2 және 2. Осы сөздер сан есімнің қай түріне жатады? Және сұрақ қояйық. Дескрипторы қою қаріппен жазылған сөздерге сұрақ қояды. 1 балл. Сан есімнің түрін ажыратады. 1 балл. Ал енді балалар, тыңдадық мәтінді, айтылым тапсырмасын орындадық. Енді дәптерімізді ашып, жазылым тапсырмасына көшейік. 9-ші тапсырма. Төмендегі суреттер бойынша мәтін құрайық. Тақырыбын су тіршілік көзі деп алсақ та болады. Егер басқа тақырып ұнаса, оны қоюларыңызға да болады. Дескрипторы мәтін құрастырады. 3 балл. Сауаттық қатесіз жазу 1 балл. Жалпы балл 4 балл. Ал сәттілік. Ал балалар, сабақтың соңына да таяп қалдық. Бүгінгі тақырып бойынша қандай ой түйдіңіздер? Қанекей, ойларыңызды 1-2 ауыз сөзбен айтып кетсеңіздер.
Үйге тапсырма. 7-ші тапсырма 96-бет.